رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін мен үшін үлкен бір қуанышты жағдай болайын деп тұр. Бүгін Жандос бауырымыз туылғалы өзі зағип жан екі көзінен айырылған. Яғни соған үй табыстайын деп жатырмыз. Қазір сондай бір керемет жағдай болайын деп тұр. Бұл жағдайды ұйымдастырған, яғни үй беруді ұйымдастырған Мұғжиза қайырымдылық қорына үлкен алғысымызды айтамыз. Бұл 6-шы үйдің табысталуы, яғни сәті. Қазір бізбен бірге болыңыздар, керемет бір қуанышты жағдайларға куә боласыздар. Әссәләмуәләйкум, құрметті жамағат. Бүгін мен тағы да Алланың қалауымен Алматы қаласына келіп отырмыз. Бұл жерде туылғаннан, көз жанарынан айырылған зағип ағамызға иншалла баспана табыс етпекшіміз. Әрине Алланың қалауымен ол кісілердің толыққанды 5 уақыт намазы түгел, және де 4 бала шағасы бар екен. Алла қаласа үй табыстайтын боламыз. Қазір хабарласып, Алла қаласа қонаққа шақырамыз. Ассалаумағалейкум. Аға, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Аға, біз Мұғжиза қорынанбыз ғой, өткенде айтылғандай. Алла қаласа бүгін 12-де иншалла сіздерді алып кетеміз. Қонаққа иншалла. Ол жақта қонаққа шақырып бір отырып өздеріңіз дұғаларыңызды алсақ иншалла. Жақсы, ассалаумағалейкум. Алла разы болсын. Bismillah. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Жақсы жетіңіздер ме? Альхамдулилlah. Өзіңіз қалайсыздар? اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه. وعليكم السلام. شفاعت يا رسول الله. الله الله يا الله 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 يا الله. Сіздермен бүгін жүздесуге шақырды. Өте сіздерді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Біз өнерден келіп отырмыз, өнердің атынан. Бүгін осында бір үлкен қуанышты жағдай. Сіздердің жүздеріңізді көріп, Аллаға шүкір, балапандарыңызды көріп, сіздер туралы көп естідік. Сіздің қандай бір жақсы шаңырақ екендеріңізді, көптеген сынақ, қиындықтардан өткендеріңізді бәрін естіп білдік. Аллах тағала барлық қиыншылықтармен бірге жеңілдік болады деген аяты бар ғой, өзінің уәдесі бар. Аллах ол уәдеде тұрушы. Сондықтан өте қуаныштымыз сіздер көргенімізге. Біз күмәніміз жоқ. Әрқашанда намаздарыңызда жақсы, қайырлы шаңырақ, қайырлы үй тілегендеріңіз бәрімізге анық аян десек те болады. Сондықтан Жандос бауырым, мен сізбен арнайы осы бір дастарханда отырғаныма өте қуаныштымын. Бұл жерде имам ағамыз бар, бұл жерде атамыз бар, қанша адамдар отыр бұл жерде. Сондықтан өте бір қуанышты жағдайын айтайын деп отырмыз. Қазір сіздерге дәл осы шаңырақтың кілтін беріп, Аллаһтың қалауымен көп осында Мұғжиза қоры ұйымдастырып сіздерге осы пәтерді сыйласақ деп отырмыз. Иншалла сіздің дұғаңыздың себебі әрине. Жандос, міне иншалла. Міне осы үйдің кілті Аллах тағала қабыл етсін. Амин, Алла разы болсын. Балдарыңыз көбейе берсін иншалла. Амин, Алла разы болсын. Осы ең басты мешіт қасында екен мына үйдің. Машалла. Көрдіңіз ба? Мешітке барып тұрасыз. Енді мына балаларыңыздың несібесі деп ойлаймыз. Аллах тағала осы балдарыңыздың несібесіне осы үйді нәсіп қылды. Іші қуанышқа тола берсін, Құдай қаласа. Үнемі келіп тұрайық иншалла. Амин, Алла разы болсын. Алла разы болсын, әжекелерге. Алла разы болсын.
тіл көзден сақта. Шүкір, шүкір, Аллаға шүкір, шүкір, Толқуда. Жоқ, бірақ Алладан бір үміт болған осындай үй болады деп. Аллаға дұға қылып, тахажжуд намаздарды, намазымызда дұға қылып, жатсақ та тұрсақ та сұрайтынбыз осындай үйлер. Алла тағалам дұғамызды қабыл етіп. Міне құрметті жамағат, үлкен қуанышқа куә болып отырсыздар. Сіздердің беріп жатқан 100 теңге садақаларыңызбенен Алланың құзырында баспана сыйлады деген сауапқа ие болып жатсыздар иншалла. Аллах тағала баршаларыңызға разы болсын. Аллах тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін иншалла. Осындай сауапты істерде бірге болайық. Мұғжиза қайырымдылық қорымен әрқашанда бірге болыңыздар. Әссәләмуәләйкум ва рахматуллахи ва баракатух. يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا